Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып бүйрек үсті бездері. Бүйрек үсті бездері екі бүйректің үстінде орналасқан, оң жақ және сол жақ бүйрек үсті бездері бар. Бүйрек үсті бездерін бүйрек үсті артериялары қанмен қамтамасыз етеді. Латынша артерия супрареналис. Оң жақ және сол жақ бүйрек үсті артериялары бар. Және әр артерияның жоғарғы, төменгі және ортаңғы тармақтары бар. Мына суреттен көруге болады, мынау жоғарғы тармағы артерия супрареналис супериор, ортаңғы тармағы артерия супрареналис медиа және төменгісі артерия супрареналис инфериор. Және веналары. Сол жақ бүйрек үсті безінің венасы бірінші бүйрек венасына құяды, мына суретте көрсетілгендей. Содан кейін барып төменгі қуысты венаға құяды. Ал оң жақта бірден төменгі қуысты венаға құяды, себебі оң жақ төменгі қуысты венаға жақын орналасқан. Бүйрек үсті безінің екі қабаты болады, қыртысты қабат және мыйлы қабат. Қыртысты қабаттың өзі, мынау қыртысты қабат, мынау мыйлы қабат. Қыртысты қабаттың өзі үш қабаттан тұрады. Ол бізде зона гломерулоза, зона фасикулята және зона ретикулярис. Осы үш қабат үш түрлі гормондар тобын бөледі. Бірінші қабат минералы кортикоидтарды бөледі. Негізгі гормон альдостерон. Екінші қабат глюкокортикоидтарды бөледі. Негізгісі кортизол. Және үшінші қабат андрогендерді бөледі. Негізгі гормон тестостерон. Және эмбриональдық даму барысында бұл қабат мезодермиядан түзіледі. Және екінші қабат мыйлы қабат. Мыйлы қабат адреналин және норадреналин гормондарын бөледі. Және барлығымыз білеміз, бұл гормондар симпатикалық жүйке жүйесін реттеуге қатысады. Және эмбриональдық даму барысында жүйке қыртысынан түзіледі. Мынау сигнал беру, жаңағы адреналин мен норадреналиннің қызметі симпатикалық жүйке жүйесі іске қосылған кезде мынау бүйрек үсті безінің мыйлы қабатына сигнал келеді, және осы мыйлы қабатынан адреналин және норадреналин гормондары бөлінеді. Енді минералы кортикоидтар ең бірінші қабаттан бөлінетін жаңағы гормон. Қыртысты қабаттың шумақты қабатынан бөлінеді, зона гломерулоза. Негізгі гормон ол альдостерон, бірақ альдостероннан басқа екі гормон бар, ол кортикостерон және 11 деоксикортикостерон. Бұл екі гормон қызметі альдостеронға ұқсас, бірақ альдостеронға қарағанда әлсіз болып келеді. Альдостерон гормоны бүйрек қызметіне әсер етеді және ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесімен басқарылады. Негізгі қызметі натрий мен судың кері сіңірілуін жоғарылатады және калий мен протонның экскрециясын сыртқа шығаруын ынталандырады. Мына суреттен көруге болады, мынау бізде қан тамыр, мына жақта бізде нефрон. Мынау жинақтаушы түтікше берілген. Жинақтаушы түтікшеде бізде екі түрлі жасушалар бар. Principal cells, ағылшынша intercalated cells. Альдостерон осы жасушаларда натрий каналдарының санын арттырады. Натрий каналдарының саны артатын болса, натрийдің кері сіңірілуі күшейеді. Бұл бірінші. Екінші, натрий калий атеофаза насостарының қызметін күшейтеді және санын арттырады. Натрийдің кері қанға сіңірілуін күшейтеді. Мына жерден калий кері сіңіріледі қаннан, және тағы да үшінші қызметі калийді сыртқа шығарады көптеп. Және тағы да бір қызметі төртінші, мына жерде протонның сыртқа шығаруын ынталандырады. Бүйрек үсті безінің андрогендері. Ер адамдарда андроген өндірісіне тек 5-10% ғана үлес қосады, себебі 90-95% андроген, тестостерон ер адамдарда негізінен тестистен түзіледі, немесе аталық безден түзіледі. Ал әйел адамдарда тестостеронның андрогеннің 50%-на осы бүйрек үсті безі жауап береді. Және клиникалық өзектілігі туа біткен бүйрек үсті безінің гиперплазиясы кезінде көрінеді. Осы патология кезінде андрогендер артық өндірілуі мүмкін, немесе кем өндірілуі мүмкін. Осыған байланысты балада аномальды жыныстық даму байқалады. Және кортизол сияқты андрогендер де АКТГ арқылы ынталандырылады. АКТГ аденокортикотропты гормон. Енді кортизол. Мынау кортизолдың бізде негізгі структурасы. Кортизол бізде негізгі глюкокортикоид.
бүйрек үсті безінің қыртысы арқылы синтезделеді. Екінші қабаттан синтезделеді. Қазақша айтқан кезде будалы қабат немесе зона ретикулярис. Жоқ, зона фасикулятадан бөлінеді. Жасуша ішілік рецепторлармен байланысады. Кортизол жасушаның ішінде болады рецепторы, және ол глюкокортикоидты рецептор деп аталады. Осы рецептормен байланысқаннан кейін ядроға ауысады, және ядрода кортизол ген транскрипциясын белсендіреді немесе тежейді. Кортизолдың синтезі гипоталамус гипофиз арқылы бақыланады, басқарылады. Бірінші гипоталамус кортикотропин релизинг гормонын бөледі, суретте көрсетілген, және бұл КРГ гормоны паравентрикулярлық ядролардан бөлінеді. Және бұл бөлінген гормон алдыңғы гипофизге барады. Алдыңғы гипофизде АКТГ гормонын синтезін күшейтеді. АКТГ аденокортикотропты гормон бөлінгеннен кейін бүйрек үсті безіне барады. Бүйрек үсті безінің қыртысты қабатына барады да глюкокортикоидтардың синтезін ынталандырады. Және глюкокортикоидтар бөлінеді, кортизол бөлінеді бүйрек үстінен. Бөлінген кортизол қайттан қанға түскеннен кейін кері гипоталамусқа барады, гипофизға барады, және КРГ, АКТГ гормондардың синтезін тежейді. Бұл бізде кері байланыс деп аталады. Кортизолдың бөлінуі циркандық ритмге байланысты. Қан сарысуындағы кортизолдың ең жоғары деңгейі таңертең байқалады. Адам оянғаннан кейін ұйқыдан таңғы 6-7 шамасында кортизолдың деңгейі ең жоғары болады. 10-20 микрограмм на децилитр шамасында. Өйткені бізде кортизол стресс гормоны, және оянған кезде ол стресстің пик деңгейі болады да, соған байланысты кортизол жоғары деңгейде болады. Бірақ ұйықтаған кезде, ұйқыдан кейін 1 сағаттан кейін кортизолдың ең төменгі деңгейі байқалады. 5 микрограмм на децилитрден төмен. Сондықтан кортизолдың деңгейі қанда бір қалыпты болмайды. Ол ауысып тұратын болғандықтан қан анализі арқылы кортизолдың деңгейін анықтау өте қиын. Кортизол плазмада нашар ериді. Сондықтан кортизол бос күйінде тасымалданбайды. Көбінесе 90%-дан жоғары бөлігі ол кортизолды байланыстыратын глобулин арқылы тасымалданады. Ол КБГ емес, ағылшынша CBG, cortisol binding globulin. Кортизолды байланыстыратын арнайы глобулин. Және бұл глобулиннің деңгейі эстрогенге байланысты. Егер эстроген жоғарылайтын болса, онда кортизолдың деңгейі де қанда жоғарылайды. Негізгі әсері қан қысымын реттейді. Өйткені кортизол бізде жаңа айтқандай стресс гормоны, және стресс кезінде, жедел стресс кезінде кортизол бірден қанға бөлінеді, және қан тамырлар тегіс бұлшықеттеріне әсер етеді. Қан тамырлардағы альфа-1 рецепторлардың адреналинге және норадреналинге сезімталдығын арттырады, және қан тамырлар тарылтады. Азот моноксидімен шақырылатын вазодилатацияны тежейді. Неліктен қан тамырларды тарылтады? Себебі қан кеткен кезде жедел организмге жедел стресс, сондықтан қан тамырлар тарылтып, қан алудың алдын алады, және қан алуды азайтады, қан кетуді азайтады. Кортизол егер көп бөлінетін болса, деңгей жоғары болатын болса, сонда гипертензияны шақырады. Мысалы, Кушинг ауруы кезінде кортизол жоғары болады, және Кушинг ауруы бар адамдарда гипертензия байқалады. Ал кортизол төмен болатын болса, керісінше қан қысымы төмендейді, гипотензия байқалады пациенттерде. Бұл көбінесе бүйрек үсті бездің жеткіліксіздігі кезінде байқалады. Тағы да бір әсері иммундық жүйені басады, лимфоциттерді көк бауырға, түйіндерге жинайды, және плазмадағы Т лимфоциттерінің, Б лимфоциттерінің деңгейін азайтады. Және нейтрофильдердің миграциясын тежейді, перифериялық нейтрофильдердің санын арттырады. Меш жасушалары немесе бұлтты жасушалардың гистаминнің бөлуін тежейді, гистаминді азайтады. Эозинофилдердің санын азайтады, бөлінуін тежейді. Және терапияда иммуносупрессивті дәрілік терапия ретінде стероидтарды біз қолданамыз. Кортизол бізде негізгі гормон, бірақ кортизолға ұқсас стероидті қабынуға қарсы арнайы препараттар бар. Осы препараттарды терапияда, клиникада иммуносупрессивті дәрілік препараттар ретінде қолданады. Кортизолдың тағы да бір әсері ол NF-kB
nuclear factor kappa b деп атады ағылшынша. Осының белсенділігін тежейді. Бұл NF-kB дегеніміз арнайы ядроның протеині, негізгі қабыну транскрипциясының факторы. Бұл протеин қабыну медиаторларының синтезін бақылайды. Қабыну медиаторларына циклоксигеназа 2, липоксигеназа, фосфолипаза А2 осы ферменттер жатады. Ал мынау NF-kB осы қабыну медиаторларының синтезін күшейтеді. Ал кортизол болса керісінше белсенділігін тежейді. Белсенділігі тежелетін болса, қабыну медиаторларының синтезі азаяды, қабыну басады. Мынау қабынуға қарсы стероидты препараттар, мына жерде кортизол, және кортизолға мына жерде қарасаңыздар, барлық препараттардың структурасы, құрылысы ұқсас. Дексаметазон, преднизон, метилпреднизолон, кортизон, гидрокортизон, бетаметазон, триамцинолон, бұлардың барлығы қабынуға қарсы стероидты препараттар болып саналады. Кортизол бауырда глюкозаның өндірісін күшейтеді. Ол бауырда глюкоза 6 фосфатаза деген ферменттің синтезін күшейтеді. Ал бұл фермент көп болатын болса, бұл ферменттің негізгі қызметі бұл глюконеогенезді арттырады. Глюконеогенез артатын болса, онда белоктардан, майлардан глюкозаның өндірілуі күшейеді, онда глюкозаның қанда мөлшері артады. Және қанда бұлшықеттер мен майларда глюкозаның сіңірілуін тежеледі, сіңірілуін азайтады. Егер глюкоза бұлшықетте майларға сіңірілмейтін болса, қанда, сарысуда глюкозаның деңгейі жоғарылайды. Бұл бізде гипергликемия деп аталады. Сонда кортизол бізде гипергликемия шақырады. Және тағы да бір әсері бауырда гликогеннің көбірек сақталуын әсер етеді. Бұл гликоген синтазаның синтезін күшейтеді. Адипоциттерде липолизді белсендіреді. Бос май қышқылдары қанда жоғарылайды, және қанда жалпы холестерин және триглицеридтердің мөлшерін арттырады. Адипоциттердің өсуін ынталандырады, және бір әсері организмде майдың жиналуына алып келеді. Кортизол глюкагонның, эпинефриннің әсерін күшейтеді, және инсулинге төзімділікке әкеледі, инсулинге толеранттылық алып келеді, және стероидтарды егер пациент ұзақ уақыт қолданатын болса, онда қант диабетін шақырады пациентте. Тағы да бір әсері бұлшықет атрофиясы, және теріге әсер етеді. Терідегі эпидермис шашулардың бөлінуін тежейді, коллаген, фибробласттардың бөлінуін тежейді, және нәтижесінде тері жұқарады, тез көгерулер пайда болады, стриялар пайда болады. Мына стрияларны қарыннан көруге болады. Мына жерде теріде осындай көгерулер пайда болады. Және сүйектерде остеобласттардың активтілігін төмендетеді, остеокласттардың активтілігін жоғарылатады. Сол нәтижесінде пациентте остеопения және остеопороз байқалады. Жаңа айтқандай, мынау Кушинг синдромымен ауыратын науқас пациент, жаңа айтып өткендей, кортизол өте жоғары деңгейде майлардың жиналуын шақырады. Мойынға, мынау буффало мойын деп аталады, немесе бетке жиналатын болса, ай тәрізді бет, және бұлшықеттердің атрофиясы, терілердің жұқаруы, стриялардың пайда болуы, осылардың барлығы кортизолдың шамадан тыс болуының әсері. Жаңа айтып өткендей, бүйрек үсті безінің негізгі екі қабаты бар. Бұл бізде мыйлы қабат және қыртысты қабат. Және қыртысты қабаттың сыртында фиброзды капсуламен қоршалған. Қыртысты қабаттың өзі 3 қабатқа бөлінеді. Ол зона гломерулоза, зона фасцикулята, зона ретикулярис. Қазақша айтқан кезде шумақты қабат, екінші фасцикулята будалы қабат, және зона ретикулярис торлы қабат. 3 қабаттан 3 түрлі гормон бөлінеді. Осы қабаттың гормондары негізінен холестериннен түзіледі. Мынау бізде холестериннің структурасы сандармен берілген 1, 2, 3. Бұл әр сан бізде көміртегін білдіреді. Осы холестеринді модификациялау арқылы әртүрлі гормондар осы бүйрек үсті безінің қыртысты қабатына түзіледі. Мысалы, мынау холестерин, бірінші холестерин бізде мынау зона гломерулозаға келіп кіреді. Бірінші аймақта бізде альдостерон түзіледі. Осы жерге келгеннен кейін арнайы десмолаза деген фермент, ал бұл фермент бізде АКТГ арқылы белсендіріледі. АКТГ десмолазаны белсендіргеннен кейін десмолаза холестеринді прегналонға айналдырады.
және прегнолон, содан кейін 3 бета гидроксистероид дегидрогеназа ферментінің әсерінен прогестеронға айналады. Мынау 3 деген сөз, мынау үшінші көміртекке әсер етеді деген сөз. Мына жерде үшінші көміртек, мынау OH тобы берілген, ана жерде сутекті алып тастаған, тек қана оттегі қалған. Дегидрогеназа деген сөз, ол сутекті алып тастайтын фермент деген сөз. Мынау 3, мына жерде көрсетілген, 3 осы жерге әсер етеді. Содан кейін прогестеронға 21 альфа гидроксилаза фермент әсер етеді. Мына жерде қарасаңдар, OH тобын қосады гидроксилаза ферменті 21-ші көміртекке. Бұдан 21 деоксикортикостерон түзіледі. 21 деоксикортикостеронға 11 бета гидроксилаза фермент әсер етеді. Бұдан бізде кортикостерон түзіледі. Мына жерге OH тобын қосады бұл фермент. Және бұдан кейін кортикостеронға альдостерон синтаза деген ферменттің әсерінен альдостерон түзіледі нәтижесінде. Және альдостеронды бұл ферментті бізде активтендіретін тағы да басқа зат бар, ол ангиотензин 2. Жаңа басында айтқам, ангиотензин, альдостеронның синтезі бізде RAS деген система бар, ренин, ангиотензин, альдостерон системасы. Осы система арқылы бақыланады, сол как раз ангиотензин 2 бізде альдостеронның синтезін күшейтеді. Бірінші аймақтан кейін екінші аймаққа өтеді. Екінші аймақ бізде зона фасикулята немесе будалы қабат, будал аймақ. Бұл прегнолон өте алады бірден, немесе прогестерон өтеді. Бұларға 17 альфа гидроксилаза деген фермент әсер етеді. Нәтижесінде 17 гидроксипрегнолон немесе 17 гидроксипрогестерон түзіледі. 17 гидроксипрогестеронға 21 альфа гидроксилаза фермент әсер етеді. 11 деоксикортизол түзіледі. Оған 11 бета гидроксилаза деген фермент әсер етеді, нәтижесінде кортизол түзіледі. Және одан кейін үшінші аймақ зона ретикулярис. Мынау екі түзілген зат зона ретикуляриске өтеді. Торлы қабат, торлы қабаттан 3 бета гидроксистероид дегидрогеназа фермент әсер етеді. Нәтижесінде андростенодиан түзіледі, және нәтижесінде одан кейін соңғы тестостерон түзіледі. Мына жерде барлық аймақтар берілген. Мынау бізде зона гломерулоза, бұл жерден альдостерон түзіледі. Екінші зона фасикулята, бұл жерден бізде кортизол түзіледі. Және үшінші зона ретикулярис, бұл жерден андрогендер түзіледі. Және барлық ферменттер берілген. Ең бірінші мына жерде холестерин. Холестерин деп зона гломерулозаға кіреді. Оған холестерол десмолаза деген фермент әсер етеді. Жаңа айтқандай АКТГ ферменті арқылы белсенеді, АКТГ гормон арқылы. Одан кейін прегнолон, одан ары қарай мынау соңында альдостерон түзіледі. Және екінші аймаққа өтеді осы прегнолон. Бұл аймақ бізде зона фасикулята немесе будал аймақ. Және будал аймақтың нәтижесінде ферменттер әсер ету нәтижесінде соңында кортизол түзіледі. Және мынау 17 гидроксипрегнолон бізде үшінші аймаққа өтеді, зона ретикулярис немесе торлы аймақ. Торлы аймақ нәтижесінде бізде тестостерон түзіледі, мына жерде берілген. Кетоконазол деген препарат бар. Бұл саңырауқұлақтарға қарсы препарат. Саңырауқұлақтарда эргостерол синтезін тежейді, және нәтижесінде саңырауқұлақтардың бөлінуін, репликациясын тежейді. Және бұл препарат 17-20 лиазаның күшті ингибиторы. 17-20 лиаза дегеніміз мынау суретте берілген, мына жерде. Бұл бізде тестостеронды және андростатионды түзу үшін керекті ферменттер. Бұл ферменттерді кетоконазол бізде тежейді. Бұл тежелетін болса, тестостерон мен андростатионның синтезін тежейді. Нәтижесінде пациентте тестостерон азаяды, және ер адамдарда негізгі жанама әсері гинекомастияны шақырады. Сондай-ақ 17 альфа гидроксилазаны тежейді, және десмолазаны тежейді. Десмолаза дегеніміз мына жердегі фермент. Бұл жаңа холестеринді прегнолонға айналдыратын фермент. Бұл тежелетін болса, онда прегнолон түзілмейді, нәтижесінде кортизолдың синтезі тежеледі. Және 17 альфа гидроксилаза дегеніміз мынау фермент. Бұл фермент тежелетін болса, онда кортизол мына жерде синтез тежеледі. Осы ферментті тежеу арқылы, осы екі ферментті тежеу арқылы кетоконазол кортизолдың синтезін тежейді, және кортизол қай кезде көбейеді, бізде Кушинг синдром кезінде көбейеді. Ал кортизолдың синтезін тежеу арқылы кетоконазол препаратымен Кушинг синдромын емдеуге болады. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.